Құрметті балалар, келесі есебімізді бастайық. Міне дифференциалдық теңдеулер мен интегралды қолдануға тақырыбы тарауындағы есептер. Міне 3 есепті, 2 есепті 8 мен 9-ды бірден шығарамыз. Алдарыңызда тұр. Біріншісі x деген яғни функциясы үшін дельта саны жылдамдықты беріп тұр, осыны өзгереді. X-тің өзгеру жылдамдығын тап дейді. Бірінші балалар нөлді үшін тета саны 0,5 жылдамдықпен өзгереді дейді. Яғни тетаның жылдамдығы пен өзгереді. Яғни тетаның өзі, тета штрих, тетаның өзінің жылдамдықпен өзгеруі, яғни мынадан тета штрих тең 0,5 деген ақпаратты аламыз. Әуірі тета саны 0,5 жылдамдықпен өзгереді деген. Яғни бір нәрсе өзгереді десе, біз жылдамдықтың өзгерісі ол туынды бірден. Енді x-тің өзгеру жылдамдығын табыңдар дейді. Яғни башқада x штрихті табу керек. Енді x штрих табамыз, бірақ мына жерде бір нететін нәрсе, тетаның өзі, балалар, т-ға тәуелді. Тетаның өзі ол т деген функцияға тәуелді. Яғни біз қазір мысалға тета, допустим, кубтың туындысын табатын болсақ, біз ол туындысын 3 тета квадрат көбейтілген тета штрих болады. Түсіндіңіздер ме? Өйткені мына ең соңғы аргумент емес, бұның өзі бір т деген уақытқа тәуелді. Соны ескеру керекпіз. Енді 4 синус тетаны алайық. 4 коэффициент тұрады. Синус туындысы косинус тета көбейтілген, және айттым, тета штрих. Плюс 7 косинус туындысы минус синус тета көбейтілген тета штрих. Міне екі штрихті осыны табу керек бізге. Екеуінен де тета штрихті шығарып жүрсем, 4 косинус тета минус 7 синус тета тең болады. Мынаның орнына міне есепте беріліп тұр, және айттық 0,5-ті қоямыз. Сонда 0,5 көбейтілген 4 косинус. Енді тета бізден пи бөлінген 2 деп тұр. Косинус пи бөлінген 2 минус 7 синус пи бөлінген 2. Тең, осыны есептесек болды. Тең. Так, 0,5 4 косинус пи бөлінген 2-де бізде білеміз косинус график енді 0-ге тең, синус пи бөлінген 2-де ол 1-ге тең. Сөйтіп мына жақшанышы минус 7 болады. 4 көбейтілген 0, минус 7 тең. Мынауымыз 0, енді минус 7 жартысы, яғни минус 3,5 деген жауабымыз осы. Міне осы үшін 5 балл балалар. Бірінші есеп өттік. 9-шы есепке барайық. Секундта шардың радиусы r, шар көлемі берген түгеліміз бұрыннан білеміз. Бірақ мына жерде ескеретін нәрсе, радиус ол т-ға тәуелді. Яғни ол уақытқа байланысты радиус өсіп келе жатыр мүмкін, кеміп келе жатыр мүмкін деген. Шар көлемі тұрақты. Шар көлемі, қараңыздар. Шардың көлемінің жылдамдығы. Ол не деген сөз? Значит, v штрих 3-ке тең деген сөз. Енді давайте осын теңестірейік. V-мыз міне тұр. Шар радиус 4 болғанда радиустың өзгеру жылдамдығы нені тап дейді? Бірінші мына есепте радиустың өзгеру, яғни r штрихті тап деп тұр ғой. R штрихті тап. Ол үшін v-ны қолданамыз. V-ның орнына екі жағынан туындаламын. Бірінші мына формуланы, яғни v тең 3/4 пи r куб. Осыдан туындалайық. V штрих тең 3/4 деген 3/4 пи ол коэффициент, r кубтың туындысы 3r квадрат көбейтілген r штрих. Міне көзіңіз бағанағындай міне 3r квадрат деп аяқтамаймыз. Рдің өзі т-ға тәуелді болғаннан көбейтілген r штрих дейміз. Міне осы туындыны алдық. Енді v штрихтің орнына бағана айттық. Міне v штрих 3-ке тең. Яғни 3 тең 4-тен 3 пи көбейтілген 3r квадрат. Радиус бізде қанша болып тұр? Шардың радиусы 4 болып тұр. Радиусын орнына 4-ті қоямын, көбейтілген r штрих. R штрихті табу керек дедім бе? R штрихті осы жерін табу керек. Екі жағын 3 пен 3-ті қысқартып жүремін. Ары қарай 3 мына жаққа барды енді. R штрих тең. Так. 3 барды. Мына жақта 4 216 пи. Міне r штрих осыған тең. Болды. Өзгеру жылдамдығын таптық. Біріншісі 4 балды алдық. Екінші шар радиусы 4 см, шар бетінің. Шардың бетінің одан формуласы тұр. Яғни s штрихті тап деп тұр. Шар бетінің өзгеру жылдамдығы. S штрих тең 4 пи деген сан. R квадратын туындысы 2r көбейтілген r штрих. Тең 4 пи көбейтілген 2 көбейтілген r. Радиус 4 болғанда деп тұр. Радиусымыз 4. R штрих 4 болғанда біз алдыңғы есептеміне
радиустың өзгеру жылдамдығы, яғни r' тауып алғанбыз алдында метр. Соны аламыз да мына жерге мынаның орнына қоя саламыз. Көбейтілген 3 бөлінген 216 пи. Пи мен пи қысқарды. Енді 216 дегеніміз бағана 4-тің кубы еді ғой. 4-тің кубы болса 4-мен қысқарып кетеді. 4-тен 4 кетті. 4 қалды, мына жерде 2 ғана қалды. Тең болады сонымен 1,5, 3 бөлінген 2, 1,5. Сонымен болды балалар. Осындай оп-оңай есептер